Қайырлы күн, Екі Бұқа YouTube каналының тұрақты көрермендері. Алдында түсірген видеоның жалғасын түсірмекшімін. Каналға жазылып, лайк басып кетіңіздер. Және достарыңызбен бөлісіңіздер. Алдында бұқалар жайлы айтатын боламын. Көк бұқа 169 кг болды. Қасқа бұқа 184 кг ет берді. Алматыға апарып 2380-нен сатылды. Бұдан қалған пайда бір бұқа 100 мыңнан жем шөп жеді. 165 мың теңгеден алынған. Сондағы Алматыға барған жолы бар. Және еттен алатын скидкасы бар. 3 кг. Барлығын шығарып тастаған кезде бір бұқадан 140 мың теңгеден пайда қалды. Еңбекті ақтады ол екеуі де. Денесі кішкентай болса да. Енді айтар кеңесім, өзімнің жеке пікірім. Малды қандай болса да бордақылай берсеңіздер, еңбектеріңізді ақтайды. Өйткені бағасына қарай әр қандай мал өзіндік пайда береді. Соған көз жеткіздім. Енді үлкен бұқа алып бордақыласаңыздар тіптен жақсы. Үлкеннің де салмағы үлкен болады, бірақ ақшасы да жоғарырақ болады алған кезіңізде. Жем шөпті де көбірек жейді. Ол да өзіндік пайдасын жақсы береді. Жақсы семірсеңіз. Мұна екеуі де пайдасы енді дерліктей жақсы берді. Кішірек бұқаны да тәжірибеден өтті бұйырса. Енді 6 айға толтырып байласақ, 200 келеге таман ілінеді екен. Бірақ уақыт байланысымен тәжірибені 5 айға шығардық. Бұқа бордақылаумен айналысыңыздар. Ақша табыңыздар. Жұмысы қатты, жемісі тәтті дейді. Еңбектеніңіздер, ерінбей. Әр қазақ бай болсын.